Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина. Сіздерге өзімнің дайындайтын чебуректердің рецептісін ұсынамын. Бұл рецептпен бірден шығады, дайындап көріңіздер, әрі өте дәмді болып шығады. Қамырының өзі ерекше жасалу жолы, видеомыз ойнайтын көріңіздер. Алдымен ұнды саламыз. Екі ас қасық сұйық май. Жарты ас қасық тұз. Үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, алдымен қасықпен араластырып аламыз, одан кейін қамырды илейміз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Каналымнан нағыз бешбармақтың езілмейтін, жыртылмайтын қамырдың рецептісін көре аласыздар. Қамырымызды өстіп дастарханның үстіне илеп аламыз. 10 минутқа демалдырып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Тартылған ет, үстінен туралған пиязымызды саламыз, және дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осыны бөліктерге бөлетін боламыз. Мен 10 бөлікке бөліп шықтым. Қамырымызды осылай дөңгелек етіп оқтамен жаямыз. Қалың емес, жұқа емес болуы қажет. Дастарханға жабысып жайылмай жатса, осылай ұн сеуіп алыңыздар. Осындай шұқалықта жайылады. Ортасына салмасын салып, шетін осылай пышақпен кесеміз. Қамыр кеуіп кетпес үшін осылай бетін пакетпен жауып қоямын. Міне чебуректер дайын болды. Енді майды қыздырып, орташа отта қызартып пісіріп аламыз. Осылай астыңғы жағы қызарған кезде келесі бетіне аударып, қызартып пісіріп аламыз. Еті піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Еті жақсы пісіп шығады. Чебуректер майлы болмас үшін осылай астына қағаз салфетка төсейміз. Мінеке қараңыздар, қандай жұмсақ болып шыққан, өте дәмді болып шығады. Бұл ыстықтай жерініп кетеді. Дайындап көріңіздер. Міне дайын болды. Өте дәмді, әрі оңай жасалу жолы. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.